Hello everyone, бүгінгі видеода мен жалпы айтқанда IELTS-ты қалай 7-5-ке тапсырғаным туралы айтатын боламын. Окей, мен IELTS-ты алдыңғы жылы, яғни 2025 жылдың 19 қыркүйегінде тапсырдым. 18 қыркүйекте. Я. Және де менің балым 7-5. Бағана айтып кеткендей. Так, енді мен мына жерде көрсем, қанша бал алғанымды, осы жерден шығады. Так, бізде жалпы айтқанда IELTS 4 секциядан тұрады. Так, бірінші секция ол бізде listening, екіншісі reading, үшіншісі writing, ал ең соңғысы бізде speaking болып табылады. Okay, then let me elaborate on each section. Бірінші секция бізде бағана айтқандай listening. Яғни listeningта мен 7-5 алдым. As you can see here. Listeningта мен беретін советтар, яғни типстарға келетін болсақ, ол бірінші прям must know совет мен айтатын, это ешқашан аудионы стопқа қоймаңдар. Потому что менің жіберген қатем осы болды. Өйткені мен бір нәрсені естімей қалсам, мен соны қайттан естігім келіп, мен аудионы қайттан артқа қарай перематывать ететін. Ал бұл дұрыс емес. Себебі сендер бұл жол арқылы просто өздеріңді үйрете бастайсыңдар, то что, экзаменде олар солай жасауға болады деген, и потом сенің миың соған уже адаптация жасай бастайды. Ал на самом деле бұл бұндай емес. Себебі сендер listeningті экзамдайда бір-ақ рет тыңдайсыңдар. Бір рет тыңдадыңдар, болды, бітті. Нет пути назад дейді ғой, вот такой случай, короче. Сондықтан, если вы переслушали, просто басқа жаққа қарай кетіп қалыңдар, болды. Келесі сұраққа көшіңдер. Не зацикливайтесь на одном вопросе, вот мен айтқым келіп тұрған осы. И мен сияқты перематывать етпеңдер, никогда. Естімей қалсаң бопты, ну ладно, пофиг. Оны бәрібір после практикада жасап болғаннан кейін соны потом барып анализ жасайсың. Неге сен естімей қалдың? Вот. Самая күшті работа, прям сок мясо болатын жер, это сол жер. И поэтому ешқашан перематывать етпеңдер. Это прям самая моя главная ошибка, которую мен прям жек көремін осы үшін өзімше. Так, и сонымен қатар, біз это понятно то, что всегда теорияны жақсы біліп алу керек, и потом соны на практике көру керек. Вот. Ал сонымен қатар мен бір күшті материалдармен бөлісіп кетсем деп едім. Так, listeningқа бізде IELTS Advantage'дің listeningқа арналған бір файлы бар, мынандай. Сонымен қатар IELTS with Lily деген ютуберша бар, ол Қытайдың азаматы. Яғни сол қыз бізде, Lily бізде IELTS-тың бүкіл 4 секциясы жайлы түсіреді. Сол қыздың видеоларын қарасаңдар болады. Мен өзім қарадым. Reading пен listeningті прям күшті стратегияларды көрсетеді. Listeningта сонымен қатар құлақты үйрету керек. Аудиоларға андай прям fast pace дейді ғой, сондайларға үйрету керек. Монотонный речьтарды прослушать етіп үйрену керек. Андай BBC English бар, что еще есть? 6 Minute English бар, это прям күшті подборка, мен деп айтар едім. Себебі 6 Minute English'та бізде бір тақырыпты олар 6 минутта түсіндіреді. Яғни сол бір тақырыпқа былай delve into жасамас бұрын, олар бірінші сендерге сұрақ қояды сол жерде. Мысалы, why do people buy IELTS courses, like overpriced IELTS courses дейік. И потом в течение видео сол, например, мен сондай видео түсірдік деп айтайық. Мен потом сол видеода айтам, то, что адамдар маркетингке қызығады, потому что они обещают им какие-то мынандай бір балдар, там, вот, условно 9/0 с уровнем B1. Это же глупо звучит, потому что nonsense, that's freaking nonsense actually, like, I don't know who's gonna believe in that, but, вот, маркетинг это зло, во-первых. Сонымен қатар, в общем, болды, сондай болады. И потом сендерге керекті вокабуляр береді, сондай тест жасайсыңдар, еще ол жерде прям күшті негізі ол подборкалар. Мен өзім соны қарайтын бұрында. И көп адам сөйлесіп жатқан кездегі, яғни group listening болады ғой. Прям адамдар көп сөйлеп жатқан кезде сондайларға еще құлақтарыңды үйретіңдер. Потому что екінші, үшінші партта сондай болады көбінесе. Адамдардың арасындағы диалог, потом олар бір неден басқа жаққа секіріп, былай-былай не істеп жүреді да. И поэтому сондай пейсқа үйрену үшін сендер прям көп аудио тыңдау керексіңдер сондай форматтағы. Окей. Ал енді бізде екінші секция, ол бізде reading. Яғни readingтан мен 8/0 алдым. Так, readingті айтатын негізі совет жоқ та. Бірақ мен бағанағы listeningта бөліскен материалдар сияқты сондармен бөліскім келіп тұр. Бұл бізде бірінші IELTS Advantage, яғни Крис Беллдің readingқа арналған несі,
файлы, бір ішінде теория бар, сұрақтарды қалай жауап беру қажет, сондай несі бар. Соны оқып аласыңдар, и потом просто идете практиковаться. Потом сендер анализ жасайсыңдар, қай жерде ошибка көп, қай жерде қателерің көп, соларды аласыңдар да, сонымен работать етесіңдер. Яғни өздерінің әлсіз жақтарыңды прям добивать ету керек та, чтобы понимать. Потому что сен и так-то дұрыс жасап тұрған секцияларды, дұрыс жасап тұрған тип вопростарын бүйтіп добивать ете беру, это бессмысленно. Потому что ол сен и так-то условно ол сенің балыңды көтеріп тұр. Ал бізге мен сенің балыңды түсіріп тұрған не керек? Вот. И поэтому сенің түсіріп тұрған тип вопросларыңды разбирать етіп, сол слабостьтеріңмен жұмыс жасау қажет. So that's pretty much of it for listening, for writing. Ой, for reading, I mean, bro, what the hell. Так, и сонымен қатар бізде бағана қыз, Қытай азаматы, так бізде IELTS with Lily, соның видеосы тоже күшті. Readingға арналған, прям советую, top-notch materials, I would say. Потому что оның қолданатын стратегиясы да прям күшті. Вот, например, бір партты біз аштық деп қалайық. Ол жерде true false not given, yes or not given, және де sentence completion деп айтайықшы. Ага, біз соны, короче, вам нужно будет прочитать соның бәрін, басынан аяғынан сол тип вопростарын бәрін оқып шығу керек. И потом вам нужно underline everything. If you need, of course, keywords-тарды белгілеп шығамыз, оқып шығамыз мұқият. И потом біз текстті оқимыз. Сол текстті оқыған кезде біз, while we're reading this text, we will know answers to some of the questions. Потому что мы это прочитываем текст, полностью оқимыз да тексті. И потом сұрақтарға барасың, потом сұрақтарға несесің да, сверять етесің, и потом просто отмечаешь ответ. That's all. Так, енді үшінші секция бұл бізде writing, яғни жазылым. Writing-тан менің скорым 7-ден 0. Okay, as you can see here. So, вот writing-ті жақсы балға тапсыру үшін, яғни мен сияқты 7-0 немесе 7-5 балаларың келсе, осы айтқан кітапты оқисыңдар, и потом көп практика жасау керек, ол жерде көп жазу қажет. Жалпы айтқанда IELTS-тың логикасы это прям понятный логика негізі. Если сен reading-ді жасақтың келсе, көп оқисың. Listening болса, көп тыңдайсың. Writing болса, көп жазасың. Speaking болса, көп сөйлейсің. That's all. That's actually and also one striking fact. То есть ол бізде input всегда должен быть lower than output. Типа сен input бұл, сен the information that you consume. But the thing that you produce is called output. То есть всегда output бізде жоғары болып тұру керек input-тан гөрі. Немесе просто наравне можно так делать. So that's like totally up to you actually. Және де менің ең прям мақтан ететін секциям бұл бізде speaking. Мен speaking-тан 8-ден 0 балл алдым. Яғни жалпы айтқанда мен өте көп өлең тыңдаймын, так рэп айтамын дегендей ғой. И мне кажется, вот бүкіл секрет в этом. То, что я прям, мен негізі 2020 жылдан бастап, қателеспесем, мүмкін даже 2019 сол жылдардан бері мен The Weeknd, Ariana Grande, Billie Eilish, жалпы айтқанда солардың музыкаларын тыңдайтынмын да. И мен прям қайталайтын просто. Ну, олардың музыкасы андай прям күшті да, ну, типа качает. Ну, для меня прям очень ұнайды маған. Сол жылдардан бері тыңдаймын мен оларды үшеуін, именно вот золотая троица прям. Бог любит золотую троицу дейді ғой. В общем, сол. Так, ну, спикингта жалпы айтқанда, это очень ну, очень легко негізі качать ету. Көп сөйлейсіңдер, практикуетесь, спикинг форматына просто өздерінің спичтарыңды дағдылайсыңдар солай. Ал егер прям ондайға желанием жоқ, я слишком ленивая десеңдер, просто вы можете менің спикинг каналымды алсаң болады, private channel. Короче, жалпы айтқанда ол private channelда менде бүкіл материал болады. Ол менде өзімнің сабақтарымда, яғни қолданатын writing and speaking guide, сонымен қатар vocabulary болады, ол жерде определенный топикім ана жерде болады, сондай сөз. Сонымен қатар мен ол жерде көптеген жалпы айтқанда сұрақтарға қалай жауап беру қажет. Мысалы, бірінші партта мынандай жасау керек, екінші партта мынандай техника қолдану керек, үшінші партта мынандай болу керек деген сияқты бүкілін жалпы айтқанда ол жерде мен видео салып қоямын. Ну, жалпы айтқанда мен ол жерде gradually, то есть мен постепенно салып отырамын видеоларды. И ол speaking booster деп аталады. Соған сендерге lifetime access, яғни просто for good, типа forever аласыңдар accessті, and you will use it for your own sake, let's say.